Құрмет, қошемет. Осы Тұрсынбек ағаны көрсем, Қытайлар есіме түседі. Бұл кісі Қытайлар сияқты ғой. Ашпайтын нәрсе жоқ қой кісінің. Жасамайтын тірлігі жоқ қой. Жүрмейтін жер жоқ. Жүрмейтін жер жоқ ол кісінің. Бірақ мен Қытайларды түсінбеймін да. Неге? Қытайша білмеймін ғой енді. Мынау өзіміздің арқалықтан келгенімізді қалай түсіндірсек екен сіздерге? Бұл арқалық Қазақстанның кіндігі. Сол үшін жолдары тесік-тесік. Арқалық 1965 жылы қала атағын алған Қазақстандағы ең жас қала. Бірақ келіп көрсеңіздер, олай ойламайсыздар. Өйткені бізде келетін жол жоқ. Сіздерге бір факт айтып кетейін. Америкалықтар светті ойлап тапқан ғалымды еске алу үшін жылына 1 минут светті өшіріп, соған тағзымет еткен. Міне, тура біздің арқалық осындай ғой. Жылына 1 рет өшіріп отырамыз. Арқалықта қанша свет өссе де арқалыққа жылулы өшпейтін айқас құрамас сахнада. Қазіргі уақытта көп адамдар видео арқылы кешірім сұрап жатады. Сонымен көреміз, болашақта кешірім сұрау орталығы ашылса. Мен өзімнің сахнада мәдениетсіз сөйлегенім үшін баршаңыздан кешірім сұрайын. Келесі кірсін. Сценарийіңді бере саласың ба? Бір халықтан кешірім сұрап отырып қа? Ауылдағы үйдің үлкен ағасы інілеріне үйленген туралы айтуда. Ой, түнгі сағат 2 ма 3 болып қалды ғой енді. Жеңшелерін кіріп келді. Жақсы. Сөйттік та светті өшірдік. Таумай қалдым жеңшелер. Сосын свет жақтым. Басталды. Жаным отырғызым. Жеңшелерінің қолынан ұстадым. Қалай әңгіме қызық болып отыр ма? Қораны жинап тастаңдар, сосын жалғасын айтамын. Арқалығымызда жол болмаса да, арқалықпен Қытайға деген үлкен жолды салдық. Ендеше сіздердің алдарыңызда алғаш рет өнер көрсеткен Арқалық қаласы Айказ академиясы, Айказ құрамасы. Рахмет Нұрсұлтан.